ауылының тұрғыны 8-ші сынып оқушысы Мұқатай Нұрбек. Бүгінгі сюжетіміз табиғаттың адамзатқа берген ерекше сыйы шипалы су туралы болмақ. Қазақ халқы су өмір көзі деп бекер айтпаған, себебі су тіршіліктің негізі. Адам денсаулығының басты кепілі. Біздің Көшкентал ауылы Ешкөлмес тауының баурайында орналасқан. Табиғаты көркем, ауасы таза, суы мөлдір. Осындай әсем өлкеде орналасқан ерекше орындардың бірі Әлібай ата тұмасы. Бұл тұманың суы қысы-жазы бір қалыпты. Жер астынан қайнап шығып жатады. Суы соншалықты мөлдір, түбіндегі тастар анық көрінеді. Табиғи минералдарға бай бұл су адам ағзасына өте пайдалы. Зерттеу нәтижелерінде көрсеткендей, тұма суының құрамында кальций, магний, натрий, калий сияқты маңызды элементтер бар. Сонымен қатар гидрокарбонаттар, сульфаттар, хлоридтер мен фторидтер кездеседі. Ал зиянды ауыр металдардың болмауы судың тазалығын дәлелдейді. Бұл тұманың маңына келген адамдар осындағы ағаштарға мата байлап кетеді. Бұл ежелден келе жатқан ырымдардың бірі. Халық мұны ниет тілеп, денсаулық, шипа сұрау белгісі ретінде жасайды. Біз де осы дәстүрді құрметтеп, ниетпен шүперек байлап, тұманың суынан дәм татуды жөн көрдік. Тұманың тарихына тоқталсақ, бұл жер Әлібай атаның есімімен тығыз байланысты. Ел аузындағы деректерге сүйенсек, Әлібай ата осы бұлақтың көзін ашып, халық игілігіне пайдаланған. Сол уақыттан бері бұл жер қасиетті шипалы мекен ретінде танылып келеді. Мамандардың айтуынша, бұл су көз, асқазан, жүрек, тері ауруларына, сондай-ақ аяқ-қолдың сырқырауына оң әсерін тигізеді. Осы шипалы судың пайдасын өз көзімен көріп, ем қабылдаған ауыл тұрғынымен сұхбаттасып көрейік. Әлібай ата тұмасының суын біраздан бері пайдаланып жүрмін. Асқазаным ауырып, қыжыл басталып, сол уақыттан бері осы тұманың суын әкеп ішіп, қазіргі кезде асқазаным қыжылы басылып, ауырғаны басылып, жағдайым жақсарып қалды. Зерттеу жұмыстарының нәтижесінде 2024-2025 жылдар аралығында тұма суымен емделген адамдар саны жыл сайын артқаны анықталды. Бұл тұма суының шипалық қасиетінің дәлелі. Сонымен қатар, ауыл жастары да бұл табиғи мұраны қорғауға атсалысады. Жасыл желек тобы тұма маңын тазалап, табиғатты қорғау жұмыстарын жүргізіп келеді. Қорытындылай келе, Әлібай ата тұмасы табиғаттың адамға берген баға жетпес сыйы. Мұндай байлықты сақтау әрбіріміздің міндетіміз.